24 KZ телеарнасында жаңалықтар уақыты сіздермен бірге мен Алтынай Нүгербек. Сәлеметсіздер ме? Алдағы 5 минутта мен және әріптестерім сіздермен мәдени өмірдің басты деген жаңалықтармен бөлісетін боламыз. Көпшіліктің сүйікті де жүрегімен жанына жақын Шәмші Қалдаяқовтың, Абай, Қадыр Мырзалиевтің әндері Қуанышбаев атындағы Қазақ музыкалық драма театрында өткен концертте шырқалды. Толығырақ тілші әңгімесінде. Театр актерлері мен хордың көркемдік жетекшісі тыңдарман қауымға Нұрғиса Тілендиевтің «Құстар» әні, Алтынбек Қоразбаевтың «Үш қоңыры» мен Шәмші Қалдаяқовтың «Арыс жағасында» сияқты көптің көңілінен орын тапқан әндер мен әуен композицияларынан жинақталған бағдарламасын тарту етті. Бүгінгі кештің басты мақсаты сол, бұл Академиялық қазақ музыкалы драма театр дегеннен атына заты сай болу керек деп ойлаймын. Бізде өздеріңіз байқасаңыздар, музыкалық спектакльдер көп. Біздің орысша айтқанда конек дейді, қолымыздағы отымды отатын жеріміз біздің осы ән жағы, хор жағы. Аталған кеш қонақтарды хордың ерлер және әйел құрамының орындауындағы айтысқа да тәнті болды. Бұған қоса қызықты да ерекше өңдеудегі халық әні 16 қыз ұсынылды. Бұл актер деген халық әншілерден, профессионалдық әншілерден бөлек жері сол, дауыс болмауы мүмкін, бірақ бұларда жан дүниесі керемет. Не айтып тұр? Әннің сөзіне, әннің ырғағына, мәніне, әніне мән беретті, сол ән жаңағындай жүректен шыққанын жүрекке жетеді дегендей. Концертке келген елорда қонақтары мен тұрғындары хор мүшелерінің керемет қоңыр дауысынан ләззатқа бөленді. Бұған дейін бұл концерттік бағдарламаны театр ұжымы Түркістан тұрғындарының назарына ұсынған еді. Хор Қазақстанның өзге де қалаларын аралап, концерттік бағдарламасын көрсетуде жоспарлап отыр. Елордалық кинотеатрлардың бірінде поляк киносының күндері өтті. Мұндай мәнді оқиға байланысты белгілі 3 режиссер фильмдерінің көрсетілімі ұйымдастырылды. Қазақстандық киносүйер қауымға кинолента тұсауын кесуге фильм жасаушылары арнайы келген. Януш Заорский көрермендерге «Сибриада Польская» атты фильмін ұсынды. Фильм өткен ғасырдың 40-шы жылдарында Сібір және Қазақстанға жер аударылған поляктардың тарихы жайлы баяндайды. Я wiedziałem z powodów rodzinnych dużo. Мен бұл қиын қыстау заман жайлы отбасымның арқасында білем. Отандастарымыздың жер аударылғандары жайлы көп айтатын еді. Бұған қоса, менің білгендерімді халықаралық кинофестивальдерде танысқан поляк әріптестерім толықтырды. «Сибриада Польская» фильмінде белгілі қазақстандық актері Ментай Өтепбергенов ойнайды. Фильмдегі рөлінің эпизодтық болғанына қарамастан, әртіс Януш Заорскиймен бірге жұмыс істей отырып, көп тәжірибе алғандығын айтуда. Кинофильм Сібірдің орта сызығында қатал шарттар жағдайында түсірілген. Түсірілім кезінде техникадан бірнеше рет ақауда шыққан көрінеді. Бір кездері 40 градусты қақаған аяз еді. Мұндай жағдайда біз тек 7-8 минуттай ғана жұмсалдық. Одан кейін палаткаға не болмаса көлікке кіруімізге тура келетін. Жарты сағат өткеннен кейін актерлер шығып, қайта 7-8 минуттай жұмысқа кірісетін. Сосын қайтадан жылынуға кететінбіз. Жалпы қиындықтар өте көп болды. Сондай-ақ елордалық көпшілік поляк кинематографтар ассоциациясының президенті Яцек Бромскийдің «Любовники года тигра» атты картинасында тамашалады. Дәл бұл картинамен Астанадағы поляк киносының күндері ашылса, ал фестиваль шымылдығын Филипп Байонның «Канун весны» атты картинасымен жабылды. Өміріңізді тек әдеміде қызықты адамдармен және оқиғалармен әсемдеңіз. Бұл мәдениет жаңалықтары. Сондай-ақ бізді 24 KZ сайтынан көре аласыздар. Мен сіздермен қоштаспаймын. Көріскенше күн жақсы болсын.